Ассалаумалейкум. Амансыңдар ма? Мен қазір сіздерге мына реброидті кесу, сосын мына стекловатты оңай жолдарын көрсетейін деп жатырмын. Мына негізі стропиланың арасын 50 сантиметрден қойып жүрген. Мына жерде білмеймін, алдын енді 50-ден көбірек қойып жүрген. Негізі арасын, мынаның арасын, мына екі стропиланың арасын 50-ден көп қоймау керек. 50 болу керек. Мына стропила 7-лік, 7-ге 20. Мына мансаптың төбесіне барады. Егер мансат қылам дейтін болсаңдар. Реброидті кесу, мысалы көбісі жайып, екі адам болса болады. Енді жайып үлкен жерге 15 метр болады. Реброидтің ұзындығы жайған уақытта. Бірақ енді 15 метр мынандай орындарда жай алмайсың. Соның үшін оны ортасына қақ бөлу оңай жолын көрсетейін деп отырмын да сіздерге. Бұны мен арамен де көрдім, мынандай жаман арамен ортасынан кесу үшін. Сөйтіп ойлана келе мына пшолканың өзі бұрын шыққан, ағаш кескенде шыққан несі бар міне, пиласы. Осындай ағаш кесті, ірі тісті. Осы мен пайдаландым. Осыны салып, оңай ғана кесесің. Қақ ортасынан пшолкамен кесуге болады. Сосын мына стекловатты да ұзына жаю қиын болады. Мына орталарында ағаш болады кейбіреулердің. Сол кезде стекловатты астына өткізе алмайсың. Біреулер ұзына кесіп, ортасынан қақ бөлу, ол да шамалы қиындау болады. Стекловатты ұзына көлденең осы размерден кесіп саласың. Бір адамға оңай жолын айтып отқаным ғой. Ортасына салуға болады. Сол мынандай алып, салып, әдемілеп шетін бассаң, ешқайда бармайды. Сол енді күте болса да, немді айтайын деп, білгенімді өзім істеп жатқан жұмысымды айтып жатқаным ғой. Пайдасы тиіп қалар деп.